Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Байнүлге аймағының бұқаралық радиосы кезекті хабарын ұсынады. Бүгін тамыздың 4-і сейсенбі. Хабардан сіздер халықаралық моңғолтанушы ғалымдардың 13-ші реткі кеңесі тамыздың 10-нан 13 аралығында өтеді. 2 аптадан соң елімізде Біріккен ұлттар ұйымының 17-ші конференциясы басталады. Мемлекеттік мейрамда жеңімпаз атанған аймағымыз садақшыларына құрмет көрсетілді. Биыл аймақтық жем-шөп қауіпсіздік қорына 647 тонна шөп, 202 тонна кебек әзірлеу көзделіп отыр. Малдың жұқпалы ауруынан алдын алуға қатысты вакциналау жұмысы 50% құраған. Аймақтық саяхат туризм одағының бастығы Нұрбол Қажиқанұлымен өткізген сұхбат, тағы басқа қосымша ақпараттар тыңдайсыздар. Хабарымызды ел жаңалықтармен бастаймыз. Еліміз президенті Оқунагин Хүрлсүктің бастамасымен Улан-Батырдағы дүниежүзілік моңғолтану орталығында халықаралық моңғолтанушы ғалымдардың 17-ші реткі кеңесі тамыздың 10-нан 13 аралығында өтеді. Бұл іс-шара еліміздің ғылыми және мәдени дипломатиялық саясатын қолдау, ұлттық брендтің халықаралық беделін нығайту және Моңғолия туралы ғылыми негіздегі зерттеу нәтижелерін бүкіл әлемге тарату үшін маңызды іс-шара болып табылады. Халықаралық моңғолтанушы ғалымдарының конгресі дәстүрлі түрде 1959 жылдан бері ұйымдастырылып келеді және соңғы 66 жыл ішінде ол әлемдегі моңғолтану саласындағы ең беделді және тұрақты халықаралық ғылыми конференцияға айналды. Соңғы 12-ші конгресске 60-тан астам елден шамамен 4000-дай ғалым мен зерттеуші қатысып, тарих, археология, этнология, дінтану, мәдениеттану және халықаралық қатынастар сияқты 20-дан астам сала бойынша 3000-нан астам ғылыми мақала талқыланған еді. Бұл жолы Жапония, Қытай, Корея Республикасы, Үндістан, Қазақстан, Өзбекстан, Непал, Израиль, Монғолия, Австрия, Чехия, Франция, Финляндия, Германия, Венгрия, Италия, Испания, Польша, Румыния, Түркия, Ұлыбритания, Ресей, Швейцария, Америка құрама штаттары, Австралия және Конго Демократиялық Республикасы сияқты 29 елден 600-ден астам ғалымдар мен зерттеушілер қатысады деп жоспарлануда. Конгресс әлемнің түкпір-түкпірінен келген моңғолтану ғалымдар мен зерттеушілерін біріктіреді, ғылыми ынтымақтастықты кеңейтеді және моңғол тарихы, тілі, мәдениеті және мұрасы бойынша жаңа зерттеу нәтижелерін халықаралық білім алмасуға енгізу үшін қызмет етеді. Үндістан үкіметінің жеңілдетілген несиесі арқылы Дорнығов аймағында салынып жатқан мұнай өңдеу зауытын қамтамасыз ету үшін шикі мұнайдың белгілі бір бөлігін шетелдерден тасымалдау жөнінде келіссөздер жүргізіліп жатыр. Еліміз тарапы көлік және тасымалдау мәселелерін шешетін болса, Қазақстан жылына 1 миллион тонна шикі мұнай жеткізе алады деп атап өтті. Жанармаймен қамтамасыз ету мәселесі бойынша мәлімдеме жасаған өнеркәсіп және минералды ресурстар министрі Қоңғырин Дәмдиням. Екі аптадан соң елімізде Біріккен ұлттар ұйымының шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі конвенциясына қатысушылардың 17-ші конференциясы басталады. Шетелдерден келетін мәртебелі меймандарға арнап, еліміздің мәдени мұрасын насихаттау мақсатында 12 күндік жұмыс жоспарланған. Халықаралық конференция қонақтарын арнап биылғы көшпенділер ойыны тамыздың 21-нен 23 аралығындағы Налайықтағы Тайжы өңірінде өткізіледі. Тамыздың 8-нен 15 аралығында түйелі керуен шеруін қыр өлкелерде өткізіп, қонақтарға контент ретінде жеткізіледі.
Осы қарсаңда өткізілетін малшылар жиынында шөлейттенуге қарсы келелі кеңестің бір бөлігі болып табылады. Ойтолғай компаниясының қаржысымен салынған электр тарату қондырғысы ресми түрде пайдалануға берілді. 6 салалы 3 шақырымды құрайтын электр жеткізу желісінің іске қосылуы қыс маусымында Қытай елінен энергия алудың мүмкіндігін туғызады. Зесою электр тарату қондырғысын еліміздің 20-дан астам компаниясы, 2000-нан астам инженері техникалық қызметкерлердің күшімен сенімді түрде салып іске асырған. Бұл нысан қыс айларында Улан-Батыр қаласындағы электр жетіспеушілігін тұрақтандыруға септігін тигізеді. Аймақ жаңалықтары. Іргелі мемлекет құрылуының 2235 жылдығы, ұлы Моңғол мемлекеті орнауының 820 жылдығы, ұлттық тәуелсіздік пен бостандықты жаңғыртудың 115 жылдығы, халық революциясының 105 жылдығы және демократиялық революцияның 36 жылдығына арналған ұлттық надым мерекесінде айрықша табысқа қол жеткізіп, жеңімпаз атанған аймағымыз садақшыларына құрмет көрсетілді. Рәсім Кей Мәзмұл атындағы орталық алаңда болып, оған аймақтық азаматтар өкілдері құрылының төрағасы Бекарыс Алданышұлы, аймақ әкімінің орынбасары Бақытжан Кәкбатұлы, сондай-ақ аймақтық азаматтар өкілдері құрылының өкілдері мен ұйым мекеме басшылары және аймақ тұрғындары қатысты. Аймақ әкімінің орынбасары Бақытжан Кәкбатұлы салтанатты іс-шараның ашылу рәсімін жасаған соң, аймақтық азаматтар өкілдері құрылының төрағасы Бекарыс Алданышұлы өз құттықтауын жеткізді. Монгол улсын дайын мэргэн солоор Хэ Болдбаатар, Урагай сүрийн харваанд төрүүлж, улсын мэргэн солоор Хэ Бомбаяр, мөн Бурат сүрийн харваанд төрүүлж, Ширээ мэргэн солоор энэ Алтан тур, Үндэсний сүрийн харваанд Дэд Баяр эсэлж, Баян Үйлгийн аймгийн түүхэнд эмэгтэй хүний хувьд улсын гарамга харваач солоор ил мөнгөслөнөр тус хүрсэн манай аймгийн нутгийн заавлын бахархал болсон цайхан үйл явдал байлаа. Үндэсний их баяр наадамд амжилттай оролцсон уяач Ганбаяр, Унаачхүү, Бадруу нарт чин сэтгэлийн халуун баяр хүргэж цаашдын ажил үйлс спортын замналд өндөр амжилт хүсье. Энэ жилийн хувьд манай аймгийн цагаан харвааны хүүхдүүд маань жигшээ 16-д шалгарсан бүх бүхний хувьд Баян Үйлгийн аймгийн цагаан харвачид маань улсын баяр наадамд амжилттай олцохын эхний алхмыг тавьсанд бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. Эдгээр хүмүүсийн гаргасан амжилт нь зөвхөн өөрсдийн хөдөлмөр зүтгэл, тэдний хөлтгийн хүмүүжсэн багш, босгожуулагч, гэр бүл хамт олон нутгийн иргэдийн дэмжлэг, итгэл сэтгэлийн өвч юм аа. Та бүхний цаашдын ажил үйлс өөдрөг байж, сүрийн спортын улам бүр хөгжин дэлгэрч, эх орн төрх нутгийн нэрийг өндөр төргсөн олон амжилтын эзэд төрн гарах болтугай. Өнгөрсөн жилийн үндэсний их баяр наадмаар Баян Үйлгийн аймгийн Алтай сумын харьяат улсын гоц харваач энэ алтан сүх үндэсний сүрийн харваанд 38 оноогоор төрүүлж Монгол улсын мэргэн сод хүргэсэн билээ. Баян Үйлгийн аймгийн Буянт сумын уул спортын мастер Хөхөөгийн мягмаржад Урагай сүрийн харваанд 27 оноогоор тэргүүн баяр эзэлж Монгол улсын Урагай сүрийн мэргэн сод хүргэсэн манай аймгийн сүрийн спортын түүхэнд бичигдэх бахархал амжилт болсон юм аа. Энэ бүхэн маань энэ Алтай Татанбуудын сүрлэг улсын хамт голын хөвөнд энэ найртай Казахуудын доомбор иргэдтэй Урагай ард иргэд маань харваачдын маань дөрвөн туваа иргэдийн маань үр соёлыг түгээж явж байгаа бид бүхний уул улсын эв нэгдэлтэй байсны илэрхийлэл гэж хэлмээр байна. Өнгөрсөн жилийн Урагай сүрийн харваанд төрүүлсэн ягвар жавын цалын ялгаан дээр манай аймгийн Баян Үйлгийн аймгийн иргэдийн дэвшний хөлийн төлөөлөгч Балжин намын их болдох бид хоёр бас ярилцаад Баян Үйлгийн аймд бэлтгэлээ базаач амжилт гаргасан тамирчдад тодорхой хэмжээний дэмжлэг урамшил үзүүлэх гэж тухайн үед хэлжсэн. Энийг өнөөдөр ирсэн
ахын дүүс маань төвхөн сайн тодор санаж байгаа гэж бодож байгаа. Тийм учраас миний хувьд бас Баян-Үйлгийн аймгийн удирдлагаас гадна иргэн хүнийхээ хувьд тухайн үед амлалт өгчсэн энэ амлалтыг маань биелүүлж Баян-Үйлгийн аймгийн Булган сумын харьяа улсын иргэн Бомбаярт нэг өөр баярны бүрэн тарихыг гадуулж өгөхийг тавтмээс хүсье. Баярлалаа. Мерекелик іс-шара барысында ұлттық садағатудан топ жарып, Монғолияның ең жоғарғы дайым мерген атағына ие болған Болды Батыр, сондай-ақ Уранхай садағатудан жеңімпаз атанып, мемлекеттік мерген атағын алған Бумбайыр мен Бурят садағатудан үздік шығып, Хуйхарей мерген атағын иеленген алтын тұлғаларға ерекше құрмет көрсетілді. Сонымен қатар ұлттық садағатудан жүлделі екінші орынды иеленіп, мемлекеттік үздік мерген атағын алған Мөңкісұлдың жетістігі жоғары бағаланды. Дәстүрлі ат бәйгесінің дамуына үлес қосып жүрген атбегі Қамбайыр мен Шабындоз Бадыруғында көпшіліктің құрметіне ие болды. Өз шәкірттерінің жетістігімен мақтанған мемлекеттік мерген Уранхай садағатудан Дархым мерген, Бурят садағатудан екі дүркін жеңімпаз Мичрин Батыгеріл өз лебізін былайша жеткізді. Баян-Үйлгийн аймгийн одоо гаралтай Баян-Үйлгийн аймагт амьдарч байгаа харваачнаа ер нь сүүлийн үед бол мундаг харж байгаа. Тэгээд энэ миний өөрийн мөрөөдөл болохоор 1998 онд би улсад төрүүлээд мэргэн болсныхоо дараа Баян-Үйлгийн аймгаас олон сайхан мэрэгчүүдтэй болох юмсан гэж мөрөөдөж ирсэн. Тэр мөрөөдөл маань одоо маш их олон сайхан харваачтай болон мөрөөдөл маань биелж мөн дараа нь эдгээр мэрэгчүүдтэй болъё гэж шавнар бэлдээд хүүхдүүдэд бэлдээд оролцуулж байгаа эдгээр мэрэгэнтэй болж ирсэн. За өнөөдрийн энэ жилийн наадамд бол мэдээж Баян-Үйлгийн аймаг маань ерөөсөө 93 наадмын нэг нь бүрэн утгаар нь бүрэн бүтнээр нь одоо авсан гэж хэлэхэд ер нь буруутгахгүй. Урайхаас төрүүлж Бурайхаас урын мэргэн, Бурайт сур төрүүлж, Бурайт сурын Хүнхээрээ мэргэнгээ одоо 3 төрүүлэхээр тийм цол өгдөг юм байна. Тэгээ мөн үндэсний Сурын Арванд Болдбаатар мэргэн маань анхны төрүүгээс 20 жилийн дараа төрүүлж одоо Монгол Улсын дайын мэргэн гэх сайхан цол авлаа. Одоо ингээ Баян-Үйлгийн аймаг маань одоо 2 дайын мэргэнтэй, нэг даяар дуурсан мэргэнтэй. Мэрэгчүүд нь одоо баг 10-аад мэргэнтэй болчихлоо ингээд. Энэ дараад нь 3 жил дараад нь Баян-Үйлгийн аймаг маань төрийн хоёр наадмын төрөө авсан болохоор одоо бид нэр хүчтэй л гэж хэлхээс өөр арга алга. Баян-Үйлгийн энэ сайхан уул усанд амьдарч байгаа харваачд нь угаасаа хэмэртаа чадaltaа. Одоо энэ сая Бурятын Хүнхүүрээ мэргэн болсон алтан толго эмэгтэй харваанд дэд байраа эзэлж одоо Монгол Улсын гарамгаа цол авсан мөнгө цол маань одоо энэ хоёр маань одоо миний шав юм байгаа. Одоо гарын шав гэж хэлэхэд ерөөсө буруутгах юм байхгүй. Жохон хүүхэд байхаас нь ахуулаад агуулж явж энэ олон сайхан тэмцээн уралдааныг анх үзүүлж ирсэн. Тэр цагаас хойш одоо энэ хүүхдүүд маань мундаг хичээлж мундаг одоо хичээж зүтгэсний хувьд сайхан Бурятын мэргэн бол чадсан. Нэг нь одоо мөнгөцөл маань ерөөсөө 3-4 жил дараад нь одоо тээжинд гарч ирдэг. Тэгээ энэ жил яалтчгүй л одоо Монгол Улсын мэргэний төлөө тавхаа алдснаар одоо Монгол Улсын гарамгаа мэргэнгээд дэд байрны шалгаж одоо Баян-Үйлгийн аймгийн эмэгтэйчүүдийн хамгийн анхны өндөр солтой харваач болсонд нь одоо миний хувьд бол маш их өндөр сэтгэл маш их баярлж байгаа. Тэгээд энэ залуучууд маань сүүлийн үед одоо маш их хэмжээгээр Сурын харваа руу хичээлж орж байгаад нь би бас баярлалтай. Тэгээд цаашдаа энэ Баян-Үйлгийн аймгийн маань харваачтай энэ мундаг амжилт нь ер нь тасрахгүй үргэлжилж өшөө олон сайхан мэрэгчүүдтэй болоосоо гэж бодож мөрөөдөж явж байна. Мөн дараа жилээс ахуулаад шавнар дотроос ер нь эмэгтэй мэргэн төрүүлнэ гэсэн өөрийн
бодол байгаа. Тий, тэгээд дээр нь бас нэг одоо миний мөрөөдлөөс 2 юм дутуу байгаа л да. Монгол Улсын мэрэгэн эмэгтэй мэрэгэнтэй болох. Мөн Монгол Улсын эмэгтэй эдэр мэрэгэнтэй болох гэсэн юм 2 мөрөөдөл маань одоо дутуу байгаа. Тэрийгэ биелүүлэхийн тулд одоогоор бол би ер нь багшилж байгаа л да. Ер нь бүх харваачтай багшилдаг, төвлөдөг. Тийм болохоор миний үүрэг гэж боддیں۔ Өөрөө залуу харваач байхдаа Баялгийн аймгийнхаа наадамд 97 онд аймгийнхаа наадамд орж халах хураанхаа 2 сурт нь хоёулан дөрвүүлээд тэгээд миний мөрөөдсөн бодол бол ерөөсөө мөрөөдөл маань бол ерөөсөө энэ харвааны хамгийн өндөр цол нь юу байд юм бэ? Би тэр нь заавал хүрнэ гэж өөрийгөө зоригжуулаад ихсэн. Тэгээд дараа жил нь Төрийн хоёр наадмын үндэсний сургуулийн харваанд төрүүлж Монгол Улсын мэрэгэн хэмээх цолыг аваад Баялгийгээс ийм өрөөнхөд залуучууд мундаг харуудын байна гэдгийг харуулж чадсан. Тэрнээс хойш манай залуучууд араасаа Баасан хөө мэрэгэн байна, Гонгор мэрэгэн байна, Баяр сайхан мэрэгэн байна. Олон сайхан мэрэгчүүдийн үндэсний сургуулийн харваанд төрүүлсэн. За өрөөнхөд сургуулийн харваанд бол мөн адил Баялгийн аймгийн Буян цум, Алтан цэгц цум, Цэнгэл булган гэдэг одоо энэ сүүлийн үед мундаг сур хөгжиж байна. Олон сайхан мэрэгчид төрсөнд маш их баяртай. Жил болгонд нэг уйлсан, баярлсан. Бидний хамгийн гоё мөч болохоор ерөөсө баяр наадмын төгсгөл одоо Урайхаас руу харваа дуусахад энэ жил бол ер нь мундаг өрсөлдөөнтэй боллоо. Урайхаас маань мөн адилхан товхолж иж Өөрөнгөө аймгийн залуутай товхолж аваад Баялгийн аймаг маань авч байгаа. За мэдээж тэр их олон бүрээд харваач дотор бүрээд сурын харвааг нь төрүүлнэхэд бол маш хэцүү. Тэн дотор манай Алтан толгой маань бас мундаг өрсөлдөж бүрээд сурын мэрэгэн болсон. Мэдээж дараа нь үндэсний сурт маань байнгын товхтой, байнгын ижил оноотой, өндөр оноотой мундаг харваач маань гарч иж товхолсоор байгаад болдгоотоо төрүүлсэнд энэ жил би маш их баяртай байгаа. Мемлекеттик мейрамда айрыкча табыстарга кол жеткизген аймагыбыз садакчыларына аймак әкімшілік тарапынан қаржылай сый құрмет көрсетілді. Осы орайда Хүйкөрей мерген атағын иеленген Алтын тұлғы мен оның жұбайы мемлекеттік үздік мерген атағын алған мөңсулдардың лебізін бөліскен едік. Бүргээ бүтэн нутагтаа ирээд одоо өдөр өдрөөс угтаа авч ирсэн. Бид байранд орж гарангаа харваачтай болсон. Мөнгөчүүд миний отгоомгийн үзүүлэлтийн бас ирсэн. Тэгэхээр том нөхцөлийн хувьд за маш баярлалаа. Төрөлх нутгийнхаа зоонууд маань хадвар сайхан хүлээж авлаа. ийм сайхан амжилттай Баянмэлгийн сайхан хүлээж авсан. Нутгийн зоонууд залуучууд маань сайхан амжилттай би бас төрийн наадмын хэлцүүтэй баярлалын яриа авч ирсэн. Тэгээ хоёр цагтай Улсын гарамгай мэрэгэн цолны боловсруулалтыг би хоёулаа гэр бүлээрээ сураараар хичээлдэг. Тэгээ хэлбэрээ одоо төрийн наадамд за баярлалаа. Тэгээд тэр бол 5 сар болсон байгаа. Тэгээд төрийн хийх бай наадамд бол 6 сарын 1-ээр гараад Баатар хүүгийн хастаа гэдэг сайхан нээлттэй газар үе. Тэр газар очиж бэлтгэл сургалтаа бацаагаад төрийн төрийн наадмаас статистикийн товчооны бэлтгэл сургалтыг бол одоо тэмцсэн баялагын зүйл тэгээд ардын багш тасгалжууд ангиас нь багш бүрөө багш анхны гарамгаар Талбын гамбат гэдэг хүмүүс миний хойно ажилласан байгаа. Тэгээд манай Октябрийн морины спорт хорооны манай Баянмэлгийн аймгийн ном сумын анхны халах хорооны зурхаа тэнд дэлгэгдэж андуураагүй хоёулаа удам сарсан харваачд гэж ойлгож байна. Тийм. Октябрийн морины спорт хорооны тамирчин Монгол Улсын гэнэм байгаа. Одоо багасаа аагаа арчилсан. Хамгийн Монгол төрийн ажилтан бүх Баянмэлгийн аймгийн харвааны анхны тэмцээний зохиолд болсон түүхийг суртахаас гаргахгүй тусгаас өргөхгүй алтан түүх юм аа. За ингээд дараагаар харваачдын Сонымен қатар Аламан бәйгеде жүйрігі оза шапқан Шабандуз Бадырғуыңды сөзге тарттық. Хамтаа бүхий өдөр ингээд бүтээгдэхүүн
дээр хүлээж авч хүндэтгэл үзүүлж байна. Ямар санагдаж байна? Гой санагдаж байна. За энэ жилийн наадам отгосон уу? Дууссан уу? Дууссан. За энэ жилийн үед чам хүчний үед маш өндөр амжилт гаргалаа. Одоо наадмын сэтгэл хувь хүнийхээ хувьд ямар сайн мэдрэмжтэй хэлж авах. Дөрийн наадам 2-4-1 амгалан авсан дээр сэтгэл маш өндөр байсан. Хүмүүс чамайг айгүй их дэмждэг шүү дээ. Маш фэйсбүүкээр тэрийг уншдаг. Тэр хүмүүс хандаж юу гэж хэлмээрээ? Намайг дэмжсэн бүх хүмүүст баярлалаа гэж хэлдэг. За бүгд одоо ингээд цаашдаа хичнээн жилмээр өмнө гэж боловч чинь цаашдаа зорилгоос хаваалцсан. Цаашдаа нэг одоо 1-2 жил мөрөндөө тэгээд уяач нэг бүсэг болсон. Ер нь уяач чадсан гэсэн зорилготой юу? Одоо мөрөндөө уяач эндээ байдаг уу? Мөрөндөө уяач эндээ байдаг. Яг өмнө аймаг үгүй юу? Сумандаа юу? Одоо энэ хэдвэр анги тагвлээ? Iki тата сан. Хичээл намдаа цаг зарцуулж амжиж гин үү? Амжиж байна. Хичээлийн бэлтгэл хийсэн нь одоо нэг үү? Одоо гинэ. За өөр одоо гэр бүлийнхээ багштай юм уу? Уяачтай одоо чамайг дэмждэг хүмүүс бас байгаа шүү дээ, тийм? Яг ингээд танаа доошгүй хурдан морь унаад ингээд юу? Тэр хүмүүс хандаж юу гэж хэлмээр байна? Чамайг юу үдээд зэрэгтэй уралдаанч болоход одоо хин нөлөөсөн? За тийм зэрэгтэйсэн уяач амарахтай маш баярлалаа. Тэгээд түрүүжсэн аав ээж ахтуу хамаатан найз нөхөд ангийн хамтсан ангийн багшаад нийтийн наам дэмждэг бүх хүмүүстээ багуудын гад бүгдэнд маш баярлалаа гэж хэлдэг. Одоо ингээ анхсан хурдан морь унж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Эсвэл хурдан морь сонирхолтой. Тэр хүмүүс чи одоо хажууд нийлүү туршлагатай шүү дээ. Тэр юу гэж зөвлөмөр байна? Морой сайн урдсан нь уралдаанч хүмүүсээс ямар одоо уур ухаан шаарддаг вэ? Морой сайн амаараа. Юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна чи? Одоо гараанаас гарахтаа анхаарах юм уу? Яг барай харахаас нь морой сайн амраагаас явдаг. Шара барысында қатысушылар жеңімпаздарды құттықтап, олардың ұлттық спортты дамытуға ата-баба мұрасын насихаттауға қосқан үлесі ерекше екенін атап өтті. Бұл жетістіктер жас ұрпақты ұлттық құндылықтарды қастерлеуге, спорт пен салт дәстүрді жалғастыруға ынталандыратын жарқын үлгі екені айтылды. Өкімет басшысының арнайы тапсырмасы бойынша биыл аймақтық жем-шөп қауіпсіздік қорына 647 тонна шөп, 202 тонна кебек әзірлеу керек болса, келер көктемгі 368 тоннан 9 тонна еттің қорын әзірлеу міндет етілген. Осы және өзге де мәселелерге байланысты аймақ әкім іс басқармасының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ісін жауаптанған маманы Роза Дәкенқызы ақпарат берді. Үкіметіміздің 286-ші қаулы шыққан. Осыған байланысты аймақ әкімінің үкімі 7 айдың 27-сі күні. Бұнда арнайы жұмыс тобы, оның сыртында не істелетін жайлы жұмыс жоспары, және жем-шөп қоры биылғы жылға дайындалатын. Биылғы жылы қосымша келген бір бағыт жазықтырымға тұтынуға арналған ет қоры. Осыны дайындау мөлшері келді. Осыны арнайы үкімге бекітіп, 27 күні барлық сұмындарға және тиісті мекемелерге іс қағаз бойынша жеткізілген. Мұның сыртында үкімет басшысының 7 айдың 20-сы күнгі 11-ші арнайы тапсырмасы шыққан. Бұның ішінде ауыл шаруашылық азық-түлік саласына 286-ші қаулдың жаңағы орындалуын тапсырма еткен. Екіншіде апаттан алдын алу, оған қарсы алу іс-шарасы бойынша жоспар жасап, іске асыру жағын аймақтық төтенше жағдай басқармасына және тоқ энергетика, жылу жүйесі, таза және арамсу мен қамтамасыз орталығы деген бөлімшелерге арнайы міндеттер тапсырылған. Жүктетілген тапсырма бойынша әр сала өзі жұмысын тиянақты атқаруын бақылап, жауапкершілікпенен енді атқаруға тиісті. Қыс мезгілі келе жатыр алдымызда. Сондықтан оның сыртында мектеп, балабақша, ауруханалар өз дайындығын белгілі дәрежеде орындалу міндеттеліп отыр. Азық-түлік ауыл шаруашылық саласына келетін болсақ, биылғы жылда аймағымызға жем-шөп қорын
үкіметтен бекітіп берген. Бұнда 647 тонна чөп, 202 тонна кебек деп бекітіліп берілді. Оның сыртында жазықтырым адамдардың азық-түлігін қамтамасыз еттіру жүйесінде 368 оннан 9 тонна етті арнайы дайындап, және жазықтырым баға өскен кезінде сақтап отырып, аймақ орталығын қамтамасыз етесіңдер деген тапсырма беріліп отыр. Оның сыртында мал отарлату мәселесі бойынша арнайы қорық жерлерге шығатын мал отары, шекаралық аумаққа және сұмын аралық орталыққа шығатын отарға шығатын малдардың мәселесін арнайы іс қағаздарын тиісті құзырлы органдарға іс қағаз бойынша жеткіздік. Ал енді аймағымыздағы және жем-шөп қорын әзірлеуге байланысты негізгі мөлшерлеме тапсырманы анықтап өттіңіз. Бірақ енді сұмынның және жем-шөп қорын даярлау мәселесі деңгейі қандай? Сұмындық жем-шөп қорын дайындау мәселесі өткен жылдағымен салыстырғанда біраз пайызбенен төмен мөлшерде көрсетіліп келді. Бұл енді жердің көктеуіне байланысты мүмкін. Оны кәдімгі қой басына шаққандағы мөлшерменен арнайы есептеп 3 күннің нормамен дайындайтын қап көрсетіп беріпті. Өткен жылдағыдан көп пайызбен төмен деген сөз. Мысалы 6 айға келсек, чөп 58 тонна, кебек 18 тонна, алтын сөксі чөп 37 тонна, кебек 11 тонна, байнұр чөп 34 тонна, кебек 11 тонна, бұғыты чөп 32 тонна, кебек 11 тонна, бұлғын чөп 36 тонна, кебек 11 тонна, делуін чөп 36 тонна, кебек 11 тонна, бұйынты чөп 36 тонна, кебек 11 тонна, делуін чөп 57 тонна, кебек 18 тонна, ноғыныр чөп 83 тонна, кебек 26 тонна, сақсай чөп 58 тонна, кебек 18 тонна, тұлба чөп 52 тонна, кебек 16 тонна, ұланғыс чөп 60 тонна, кебек 19 тонна, сеңгіл чөп 85 тонна, кебек 27 тонна, өлгей чөп 24 тонна, кебек 7 тонна деген барлығы 651 тонна чөп, 204 тонна кебек дайындалады деген жоспар берілген. Алдыңғы жылдары берілген жем-шөп қорын тиісті берілген тоннасымен дайындалмаған сұмындар болған. Биылғы жылы осы қателіктерді қайталамай арнайы бекітіп берген жоспар бойынша дайындау дұрыс болып отыр. Өйткені жоғарыда аймағымызға Шадыр Сәйт, яғни үкімет басшысының орынбасарының жұмыс тобы кеп арнайы қыс дайындығыменен танысуға, дайындығын көруге келеді. Сондықтан әр мекеме, әр сұмын қыс дайындығына белсенді қатысуларыңызды ескертіп айтамыз. Аймағымызда малдың жұқпалы ауруының алдын алу вакцинасы 2 кезеңмен жүріліп 50% құрап отыр. Бірінші кезеңде қой, ешкі, сиыр түлігі қамтылған болса, екінші кезеңде вакцина тек сиыр түлігіне егілген. Қазір вакцина егілген малға иммунитет тоқтап, ешқандай аурудың белгісі байқалған жоқ. Бұл жөнінде аймақтық мал дәрігерлік басқармасының жұқпалы аурулар ісін жауаптанған маманы Ерғанат Әбікейұлы былай дейді. Жұқпалы ауруға байланысты аймақтық мал дәрігерлік ұйымынан бірінші мезеттің вакцина жүріліп біткен. Енді екінші мезеттің вакцина Алтай, Бұйынты делуін, Ұланғыс, Сақсай, Сеңгіл делуін сұмындарға жүріліп жатыр. Бұларды пайызбен айта кетсек, Алтай сұм болғаны 95-5-пен бітіп жатыр. Бұйынты болғаны 96-6-мен бітіп жатыр. Делуін сұм әзіргі жағдай 3-6%, Сеңгіл сұм 4%, Ұланғыс сұм болғаны 2-4%, Сақсай 9-6% мен жүріліп жатыр. Кейбір сұмындар 95-96% құрап отырғанда, кейбір сұмындардың жаңа вакцинаға қамтылу пайызы өте төмен көрсеткіште. Не себеп? Ауру шыққан 3 сұмын қалғанда аймақтағы қордағы вакцинаны бергенбіз. Одар болғанда кіте ерте қамтанған, соңғы сұмындар 7-25-тен аралығында келген вакциндар сол бойынша жүріліп жатыр. Бүгінгі жағдаймен осындай пайыз жүріліп жатыр.
Бұған байланысты тағы да айта кетсек, бұл вакцинатор болғанда екі түрінен екі елден келген. Бірінші жүргізген вакцина болған Қытай елінен, екіншісі болғанда Орыс елінен. Орыс елінен келген вакцина болғанда жай Байнұр, Боғото, Ноғонор, алтыншы сомдар қамталып жатыр. Бұлардың пайызымен айта кетсек, барлығы 296 мал қамтануға тиіс. Әзіргі жағдайда 46 мал қамтанылып отыр. Бұл вакциналау жұмысына малдың қай түрлігі көбінесе қамтылып жатыр? Бірінші мезгілдегі вакцина болған 9 барлық малдарын қамтандырған. Екінші мезгілдің вакцина болған тек сиыр малға келген. Сиыр малдың вакцинатып жатыр. Еліне келген барлық мал қамтандырып жатыр. Қозылар төлінен бастап. Түйе, жылқы да қамтыламады? Жоқ, түйе, жылқы, басқа малдар қамтандырып жатыр. 3 түлік малға вакцинатор жіберіліп жатыр. Ал енді бұл вакциналау жұмысы оңай жұмыс емес. Барлық сұмындағы барлық малшының қорасына барып жұмыстау керек. Бұған жұмыс күшін қалай үлестіріп жассыздар? Алдын ала аймақ әкімнің үкімет шығып, соған байланысты көмекші алып, біздің дәрігер жұмыстап жатыр. Әзіргі жағдайда болғанда алдын ала вакцинатор жүрген 8-9 болғанда елімкеде өздерінің көмекшілерін алып істеп біткен. Әзіргі жағдайда бас істеп жатыр. Осы соңғы жүріліп жатқан Орыстың вакцина егіп жатқан 4 болған. Ода аймақта жұмыстар жүріліп жатыр. Бұған байланысты халыққа айта кетер малдарын қамтану керек. Менің малым егілмейді. Малдарын міндетті түрде? Міндетті түрде қамтану керек. Неге дегенде бұл вакцинатор болса бүкіл малға жетікті келген. Кейбір мысалы маған жалғап жатыр. Мен сиырымды, қойымды қамтыта ба? Ектірмесем бола ма, болмай ма? Ананың мұңғылша болғанда қажын өлі дейді ғой. Қажын өлі бола ма? Кересері бола ма, жоқ па деген сұрап жатыр. Бірақ бұған байланысты біздің мен дәрігер тұрғылықтан айта кетсем, қандай бір кересері болмайды. Бүкіл малдарыңыз қамтанып алмасаңыздар, малшағанға өзіне кересері тиеді. Жай біздің мал дәрігер барып еккенде жай істер рұқсат бермей қойғанда, ол кісілер бізге қамтынып жатыр. Анадарды қайтеміз, осы үшін сіздер анағыда мысалы аурудың кересері дегенде 1-2-3 күн ыстық шығарады мендеш. Кіте сүті қайтады. Оған болғанда сіздер уайымдап, менің сиырым сүті қайтып кетті, мен вакцинаны қояйын деген нәрсе айтуға болмайды. Жалғыз сиырдарыңыз, бүкіл малдарыңыз қамтанып алуға тиіссіздер. Кері әсері көп жоқ деп жатсыз. Дегенмен және сауып отырған сиырының сүтін сол вакцинаға қамтылған күні тұтынуға бола ма? Біздің вакцина кеңесінде ондай мысалы кересір болмайды. Еккеннен кейін сүтін етін керектенуге болады. Малыңыз вакцинаға қамтылғанда сүті азайып, салғырттаса уайымдамаңыз. Бірнеше күнде қалыпты жағдайға келеді және вакцинаның кері әсері жоқ дейді мамандар. Ауа райының болжамы. Тамыздың 3 күнгі 20 сағаттан 4 күнгі 20 сағатқа дейінгі ауа райының бір тәуліктік болжамына қарағанда, аймағымыздың барлық өлкелерінде көшпелі бұлтты жаңбыр жаумайды, жел батыстан 3-тен 8 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 10-нан 15 градус жылы, күндіз 25-тен 30 градус жылы болады. Өлгей қаласы маңында көшпелі бұлтты жаңбыр жаумайды, жел батыстан 5-тен 10 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы түнде 14-тен 16 градус жылы, күндіз 28-ден 30 градус жылы болады. Тамыздың 3-нен 12-сіне дейінгі 10 тәуліктік ауа райының болжамына қарағанда, уақыттың ортасында өлкенің кей жерлеріне аздаған жаңбыр жауады. Жаңбырдың алдында желдің жылдамдығы уақытша 12-ден 14 метр секундқа жетіп күшейеді. Басқа уақытта желдің жылдамдығы 5-тен 10 метр секунд мөлшерінде. Ауа температурасы барлық өлкелерде түнде 10-нан 15 градус жылы, күндіз 23-тен 28 градус жылы болады деп хабарлайды аймақтық су және ауа райы қоршаған ортаны зерттеу орталығынан. Сіздер ағымдық ақпараттармен таныс болдыңыздар.
Аймағымызда қазіргі таңда туристік даяшылық көрсететін компаниялар саны 40-қа жетіп отыр. Осы және өзге де мәселелер жөнінде аймақтық саяхат туризм одағының бастығы Нұрбол Қажиқанұлы мен тілшіміз сұхбат өткізді. Аймағымызға саяхатшылардың келуі қандай? Биылғы жылы біздің шетелдік туристердің келуі жақсы. Себебі бізде биыл 6 айдың бірден бастап Мияттың самолеті аптасына 3 рет ұшып тұрған болса, 7 айдан бастап Күнуэрдің аптасына 3 рет самолет қосылған, сонымен барлығы ұшағы, соның барлығы аптасына 6. Оған қоса жаңа арасында Чингис Airlines деген жаңа компания, әуе компаниясы ашылған. Осыларында жеке саяхатшылар келген. Сонымен өз вертолетпен келіп жатқанда туристер бар. Сол жағынан қарап көргенде биыл туристердің саны көп жылдағыдан. Ал керісінше ішкі туристердің саны аз. Оған әсер еткен себеп биыл болғанда мына біз 5 айдың аяғынан бастап шыққан малдың жұқпалы ауруына байланысты 7 айдың жаңа 20 нешесіне дейін карантин болған. Осыдан қорғалап көп кісілер келе алған жоқ. Малдың жұқпалы ауруы болса дағы, мысалы туристеріміз үзілген жоқ, азды көпті келіп жатыр. Бұл енді жаппай карантин орнаған жоқ, көптеген жаңағы өңірлерде, көп аймақтарда мүмкіндіктер, арақатынастар болып тұрды. Біздің аймағымызға келетін іш сырттың туристерінің қызығушылығы көбінесе неге артып отыр? Бұл енді негізгі жылдағы келетін туристердің саны бір қалыпта. Сосын біздегі енді ерекшелік деп айтатын болсақ, жаңа ішкі туризмге тоқталсақ, ол жаңа Бесбоғда, Бес Тәңіріміз ең Моңғолдың биік шаңы. Осыған ішкі туристер өте көп келеді. Жаңа Сырғалы, Күркіреме деп айтамыз, сол жақтың жаңа табиғаты, Қарлы тауы мен өзінің ерекшелігі. Осыған жаңа ауаға шығып демалуға келетін ішкі туристер көп болады. Әсіресе соңғы жылдарда Ұлан-Батырдан жас неше түрлі клубтар шыққан, тауға шығатын. Бір мақсатта бір тауға шығатын қызығушылығы бар. Осыларындай жастардың арасы кеп Хүйтінге, Малшынға, Найрымдыл деген осы шыңдарға көптеп кеп шығатын болған. Екіншіден жаңа сырт елдік туристер болғанда олар белсенді қозғалыс деп айтамыз бен, сондай арттыру үшін жаңа көбінде жаяу жүру. Мысалы, жылда бір елге сондай бір 10-15 күндік жаяу жүретін саяхаттарға көп жүреді. Соның біреуі жаңа біздің Байнөлгейдің Бесбоғдадағы біз Тәкілтейін дава деп айтамыз. Осы Тәкілбай асуының саяхатына сырттың туристері көп келеді. Туристік сала өзі және саласын дамыту мақсатында табиғатты да қорғау керек деп ойлаймыз. Осы табиғатты қорғау және сақтау үшін қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Біздің енді мына туризм саласында компаниялар осын қорғау жағынан өте мықты, жақсы деп айта аламын. Өйткені бізде ешқандай бір қоқты ұстау, қоқты өртеп кету, немесе бір тасқын қуысына тығып кету дейтін болмайды. Оны сол органик деп, жаңағы органик емес деп екіге бөліп, органик жаңа тамақтың қалдықтарын бір бөлек, өйткені табиғатқа сіңетін болғандықтан оны біз сол жерге арнайы бір белгілі чұңқыр қуыстарға чұңқыр қазып көміп қалдырамыз да, ал басқа жаңағы өртеуге келмейтін, алып жүруге келетін пластикалық соларды өзімізбен бірге алып жүреміз. Сосын оны белгілі бір орындарына тастаймыз, қоқыс орындарына. Ал енді мына жерде болғанда ескеретін үлкен жайт бар. Ішкі демалушылар, жаңағы Өлгейдің халқы, жаңағы ауаға саяхатқа баратын, мысалы 10 класс бітірушілер деп айтамыз ба, иә? Не болмаса, мына қазір бір 30 жылдық, 40 жылдық деп кездесулер болады. Солар бір табиғатқа барады, басқа аймақтардан келеді. Осы кісілер көтеріп барған, мысалы қолын ұстап жүрген таза суын сол жерге қойып кетеді. Еті қалып қалған, тымағы қалып қалған, әсіресе Күркіременің маңайы өте нашар болып кетті. Осыған аса мән беру керек ішкі туризм адамдарына. Жалпы бағдарлама мектеп саласынан болған сөйтіп құқық мәселесін көп айтпаса, мынау ең көп қазір Тұлбаның көлінде жағасы, бірақ Күркіременің маңайы деген ерекше болып кетті. Ал сырт елдің туристері болғанда ол бір кәмпиттің қағазын тастамайды. Өзіңіз тастасаңыз жүгіріп барып тері болады ұят. Сондай енді осы жағынан жан-жақты мән беру керек деп ойлаймын. Және әсіресе мына сұмындар, малшылардың жол бойына тастап кеткен жүн-жұрқа, малдың сүйегі, жолда мысалы бір келе жатқанда өліксесі, жаңа мысалы жолда қара жолдың бойынан малға машинаға соғылған жемтіктер көп жатады. Осы мысалы сасып жүріп ешкім бір апарып алысқа қойған оға келмей ма білмеймін. Енді сол жағынан мән беру керек деп ойлаймын. Ал енді бұл туристік саланың дамуы аймағымызға да оң нәтижесін беріп отыр. Өйткені мынау туристердің көбеюі аймағымыздың экономикасы мен және жергілікті халықтың тұрмысына пайдасына келіп отыр деп ойлаймыз. Осы енді өздеріңіздің салаларыңызда қалай қорытындылайсыздар? Туризм саласы деген өте үлкен сала, жаңа бұны көзге көрінбейтін экспорт деп айтады. Бұдан жаңағы мысалы тек сырт елден келіп бізге саяхаттап жүрген кісілердің сыртында, мына біздің көрші аймақ Қосағаш дейін айтамыз. Осы жақтан келген кісілер келіп мысалы машинесін жөндетеді, машинесін боятады. Басқа да мысалы мына ауруханаларға
көрінгей, диагноз шығартқай әртүрлі себеппен тісін емдеткейде келеді. Осыдан кірген ақшаның бәрі сол туризмнің ақшасы болып, осы өлгейде қалатын ақша. Сондықтан біз мынаны тек туризм деп қана көрмей, жан-жақты әр тарапты деп есептеу керек. Өйткені бір турист келсе 9 адамның жұмыс орны пайда болды деп айтылатын статистика бар. Тілші, аудармашы, аспазшы, тізгінші, қайтып қонақ үйдің мысалы жұмысшылары, супер ресторанда тамақ ішсе, қызықтаған аумақтағы малшыларға да пайда істейді. Малшыларға көп пайда істейді. Жаңағы мен айтқандай, мысалы машина жөндеу орындары да, қазір дөңгелек сатып алып жатыр, сувенир сатып алып жатыр. Осының бәрі жаңағы өлгейде қалатын ақшалар деген сөз. Сондықтан бұның өлгейге тиетін үлесі зор. Үлесі зор деп жатырмыз. Дегенмен, әттеген-ай дейтін өздеріңізде қандай бір күдік, не болмаса қиындық туындай ма? Әрине бізде қазір мына 5-ші айдың 20-сынан 7-ші айдың 20-сына дейін аусыл ауруына байланысты біздің маршруттар өзгеріп, жүруге тиісті алдын ала жоспарлап қойған маршруттарымыз бойынша көп жерден жүре алмай көп кедергі болды. Және де одан шыға бергенде мына бензин мәселесі қиын болып жатыр. Қазір бір машинеге 60 мың төгіп қана бензин беріп жатыр, ол 17 литр. Ар жағында мысалы 5 бағдан айланып келу үшін жоқ дегенде 120 литр бензин керек, оны бір машинеге бір жолда 120 литр бермейді. Соны 2-3 колонкадан оқшырлап бүтін күн жүріп әрең алып жатқан жайт бар. Осы енді әлі де қиындық туғызатын сондай үрей бар. Ал енді алдағы жоспарларыңыз осы туристік, әлеуметтік жағдайды жақсарту үшін, дамыту үшін жоспарларыңыз қандай? Бұл енді біздің өлгейдің компаниялары, бұл енді бәсекелестік сала ғой ортасынан. Барлығы 40-тай компания бар, тұрақты жұмыс шаруа жүргізетін. Содан бұл компаниялар енді жыл сайын өздерін дамытып, әртүрлі маршрут бойынша жаңа қызмет даяшылықтарын шығарып жатыр. Мысалы, біреу мотоциклдің жаңа түрлерімен даяшылық көрсетіп бастап жатыр. Біреулер әдемі туристерге арналған қолайлы жатар орнын пайда болдырып, мысалы ол болғанда душы, туалеті, эйр кондиционері, 220 шығаратын тоғы бәрі ішінде, сондай мысалы мынандай шергөл деп айтамыз бен. Тасымалды сондай үйлер деп айтсақ болады. Соларды мысалы қызмет жасап жатыр. Басқа да мысалы машинелерін жақсартып, бұрын мысалы бір Land 80-дер жүрсе, енді қазір оны алғанды қойған, көбісі сол жаңағы 100-470 деген машинелер 200-ді көп алып жатыр кісілер. Соған сәйкес туристердің де жағдайын жасап жатыр. Сіздер аймақтық саяхат туризм одағының бастығы Нұрбол Қажиқанұлымен өткізген тілші сұхбатын тыңдадыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді жас әнші Гаухартас космонавты қызының орындауындағы халық әндерінен тыңдайсыздар.
жылқайдаймын көшкенде ақтаған мен жаман жақсы болмайдай мақтаған мен туған жердің сағынып топырағын көз алдыма келеді-ау сол тұрағым-ай. Ей бөпем кейін қалған елімді көрер ме екем-ай. Ей бөпем кейін қалған елімді көрер ме екем-ай. Ауылым көшіп барады-ау, алмалыға кім көнбейді тағдырдың салғанын-ау. Көрмегелі көп айдан жүзі болды-ау, ата-анамның хабарын алмағалы. Ей бөпем кейін қалған елімді көрер ме екем-ай. Ей бөпем кейін қалған елімді көрер ме Құлақтандырулар. Тұлбасымын 3 бағының тұрғыны Сейітмұраттың Анаргүлі тамыздың 6 күні 15 сағатта, Байнұрсымын тұрғыны Әлия тамыздың 6 күні 14 сағатта сотқа дайын болыңыздар. Аймақтық сумынаралық алғашқы сатылы соты. Шілденің 24 күні Ноғонұрсымыны Мұқырзақ жайлауынан Мінержақ санында тұмартаң балы жалын күзеген торы бие жоғалды. Көрген білген адам болса Мұнарбекке немесе 99 41 51 83 90 88 78 25 телефондарына хабарласыңыздар. Арнаулы сыйлығы бар. Кеше өлгейсімін 3 бақтан жайылымға кеткен, оң жақ құлағы артынан ойық, ұшы кезенді қызыл сиыр қайтып келмеді. Қорада бұл сиырдың жас бұзауы қалып отыр. Осы сиырды көрген білген адам болса 85 46 65 15 85 73 98 28 телефондарына хабарласыңыздар. Арнаулы сыйлығы бар. Ердің бірін су электр станциясына жөндеуші, дәнекерлеуші ағаш шебері, арматур тоқушы, самосвал жүргізушісі, ковш операторы, бұрғылаушы көмекші және көмекші жұмысшыларды жұмысқа аламыз. Толық мәліметті 99 42 97 15 95 42 92 00 телефондар арқылы алуға болады. Киім-кешек дүкеніне тұрақты жұмыстайтын қыз балаларды жұмысқа аламыз. Байланыс телефоны 99 42 27 28. Улан-Батырда мектептерге жақын жерден студент ұл балаларға үй жалға беремін. Байланыс телефоны 86 94 90 91.
Жуықта Бәйгетөбеден Мінер жақсанында 5 таңбалы қаракөк құнан жоғалды. Осы жылқыны көрген білген адам болса 9553 1064 телефонына хабарласыңыздар. Арнаулы сыйлығы бар. Алғыс айтамыз. Ардақты азаматымыз Жасайұлы Нұрсұлтан өмірден өткен қиын сәттерде көмек қолын созып жәрдем еткен аймақтық төтенше жағдайлар басқармасы ұжымымен Делун сұмыны 5-ші баққалқы Қазақстаннан келген жанашыр жақындарға және барлық ағайын туыс құда жекжаттарға ризашылығымызды білдіре келе, әр отбасына амандық тілейміз. Жаздарыңыз жайлы, күзеулеріңіз күйлі болсын. Жасайұлы Нұрсұлтан марқұмның жақындары, ағалары Қызық Сайрамбай, бауырлары Байсолтан Ерсолтан. Көңіл айтамыз. Көп жылдар бойы полиция басқармасында бірге қызметтес болған ардагері Қайырлыстың әкесі, Жылыбайдың қайнағасы Байұзақтың өмірден өтуіне байланысты Қайырлыс және Жылыбайға, марқұмның зайыбы бала-шағалары мен ағайын туыстарына марқұмның жаны жәннатта топырағы торқа, иманы жолдас болсын, алдағы жетілік науқаны қабыл болсын деп көңіл айтамыз. Аймақтық полиция басқармасы жанындағы ардагерлер кеңесі. Науқан қабыл болсын. Жасайұлы Нұрсұлтан марқұмның жетісі тамыздың 6-сы күні Өлгейсұмын 3-ші бақтағы қара шаңырағы ағасы Қызықтың үйінен беріледі. Ағалары 70 Қызық Сайрамбай Өндірісқан, апайы Кәзен, бауырлары Байсолтан Ерсолтан, зайыбы Әсемгүл, балалары Рамазан Ақтілек Назым, нағашылары Сиез Құны Төлеубай Жеңіз, балдыздары Серікбол Енка және әпеке жезделер мен жеңгелері ағайын туыстары. Қуанышұлы Есенбек марқұмның жетісі ертең тамыздың 5 күні Теңгіл сұмыны Сырғалы жайлауындағы шаңырағында беріледі. Ағалары Өмірғали Абай Тәуба Есенгелді, апайы Нағай, жұбайы Қарашеш, бауырлары Сарай Ерембек және ағайын туыстары мен балалары. Әбіләп қызы Әліпқан Әшөк марқұмның жетісі тамыздың 6-сы күні бейсенбіде Қазақстанның Ақмола облысы Шортанды ауданындағы шаңырағында және Өлгейсұмыны 12-ші бақтағы бауыры Әділбектің шаңырағында, Делун сұмындағы қайны Тілейханның шаңырағында беріледі. Апасы Нәрила, анасы Кәмпит, бауыры Әділбек, жолдасы Бейбіт, қайнағалары Бисақан Санақ, қайындары Тілейхан Заманбек. Қабыштайұлы Мардан марқұмның 40-ы тамыздың 6-сы күні бейсенбіде Теңгіл сұмын орталығындағы шаңырағында беріледі. Зайыбы Бұлшын, бауыры Марат, баласы Жанболат және қыз күйеу балалары. Сердікбайұлы Ырымқа марқұмның 40-ы тамыздың 6-сы күні бейсенбіде Теңгіл сұмыны Жетөткіл қыстауындағы шаңырағында беріледі. Қарындасы Уатқан, балалары Күшәй, Мұратқан, Қуатқан, Жанатқан, Жанарбек, Шәкерхан, Тілейхан, Тонтай және ағайын туыстары мен қыз күйеу балалары, немерелері. Мажыұлы Зұлпықар Жұқан марқұмның 1 жылдығы тамыздың 5-і күні Өлгейсұмыны 8-ші бақтағы шаңырағында беріледі. Балалары Тілеген Ақерке Гүлнәр, бауырлары Елеусіз Клуб Зүкірә, Балды Салдатқан және ағайын туыстары. Байтүгелұлы Мауқан марқұмның 2 жылдығы тамыздың 5-і күні Делун сұмыны Қарасу жайлауындағы шаңырағында беріледі. Ағасы Сарт, бауырлары Мәути, Жангелді, Сарай, зайыбы Қадира және бала-шағасы мен ағайын туысы, қайын жұрты. Хабар айтамыз. Болғын сұмыны тумасы Өлгейсұмыны 13-ші бағының тұрғыны Ожығыруылы Тілеубайұлы Ибрахим бүгін тамыздың 4-і күні қайтыс болды. Марқұм Ибрахим тамыздың 5-і күні Өлгейге жерленетіндігін хабарлаймыз.
Хабарлаушы баласы Байдол, бауырлары Сейдол, Байбол, Серікбол, күйеу балалары Абай, Шәшубай, Жарқын, балдыздары Жұқай, Алғадай, Төлеуқан, Батан, Нұрлан. 1992 жылы Сақсай сұмынан Қазақстанның Қарағанды облысы Талды ауданына қоныс аударған Қуанғанұлы Сұраған шілденің 31 күні қайтыс болды. Марқұм Сұраған тамыздың 2 күні сонда жерленгендігін хабарлаймыз. Хабарлаушы бауырлары Шәмелқан, Кәмелқан, Сайлау, Күшік, Нұрбол, жеңгесі Бақыт, баласы Жайбол және ағайын туыстары мен қыз күйеу балалары. Қазақстанның Павлодар облысына қоныс аударған Жәдігер ұлы Құмырзақ қызы Нұргүл тамыздың 2 күні қайтыс болды. Марқұм Нұргүл бүгін Павлодар облысының Мамайт ауылына жерленгендігін, жетісі тамыздың 10 күні Мамайт ауылындағы шаңырағында және өлгесіміні 10 бақтағы ағасы Қасымханның үйінен берілетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы ағасы Қасымхан, жолдасы Мәдет, бауыры Асылқан, жезделері Самат, Қанат, күйеу баласы Жанат, әпеке сіңілілері Мерей, Паридаш, Өзгер және балалар мен ағайын туыстары келіндері. Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Аман, сау болыңыздар.